Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы нөмір 19 жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушысы Көбейсінова Айсима Нұрмекенқызы боламын. Менің бүгінгі қорғайтын жобамның тақырыбы гепард, қашықтықтан басқарылатын ақылы су көлігі. Гепард кемесінің анықтамасына тоқталатын болсақ, бұл қашықтықтан басқарылатын пилотсыз ақылы су көлігі болып табылады. Мен жобамның басты идеясына тоқталатын болсам, менің идеям бірнеше технологияны біріктіре, заманауи технологиямен жабдықтап, гепард кемесін осы заман талабына 21 ғасырға сай етіп, қазіргі глобальный проблема, яғни су айдындарындағы қауіпсіздік проблемаларын шешуге бағытталуында. Осы гепард кемесінің практикалық маңызына тоқталатын болсақ, біріншіден, біз бұны ғылыми зерттеулерде, судағы құтқару операцияларында, қашықтықтан басқару арқылы адам бара алмайтын, адам аяғы баса алмайтын қауіпті аймақтарға зерттеуге қолдана алатын боламыз. Және де кеменің артықшылықтарына тоқталатын болсақ, макетке назар салсаңыздар, біріншіден, бұл жерде 360 градусқа бұрылатын камера орналасқан. Бұл камера бізге теңіз бетін анық көруге, теңіз бетіндегі қандай кедергілер бар, нелер бар екенін көруге, және де ештеңе соқтығыспай дәл әрі тегіс навигация болуға мүмкіндік береді. Және де бұл соқыр аймақтарды жоюға көмектеседі. Екіншіден, спутниктік антенна. Спутниктік антенна бізге нақты байланыс орнатуға, қаншама алыс жақтарға кетсе де, байланысын үзуге және де бақылаудан шықпауға мүмкіндік беретін болады. Үшіншіден, бұл жерде сенсорлық бақылау жүйесі орналасқан. Сенсорлық бақылау бізге кеменің айналасындағы нысандарға, басқа да қандай кемелер бар екенін анықтауға көмектеседі, және де қауіпсіздікті одан есе арттыра түсетін болады. Төртіншіден, пилотсыз басқару. Ең маңызды этапы десем де болады. Пилотсыз басқару адам факторын азайтады, және де адам өміріне қауіп төнетін жағдайларда адам өміріне қауіп төнгізбейді, яғни адам өмірі қыл үстінде тұрмайды. Мысалға өмірден алатын болсақ, қазіргі таңда теңіз апаттары көп жағдайда қолайсыз ауа райынан болып жатады, адамның қателесу факторларынан болып жатады. Ал осы пилотсыз басқару бізге қандай мүмкіндіктерді береді? Адам факторын азайтады, және де адам өмірін тәуекелге тікпейді. Осы арқылы біз адам өміріне қауіпсіз, тиімді әрі қашықтан басқару арқылы біз осы гепард кемесін шын өмірде қолдануға нақты шешім шығара алатын боламыз. Гепард кемесі қорытындылай келе, бұл болашақтың емес, бүгіннің қалауы, бүгіннің негізгі талабы болып саналады. Қазіргі таңда 21 ғасырда интеллектуалды, қашықтан басқарылатын, пилотсыз басқарылатын, адам өміріне қауіп төнетін жағдайларда қашықтан басқарып, адам өміріне ешқандай қауіпсіз зиян тигізбейтін және әрі тиімді оңай түрде қолданылатын қашықтан басқарылатын су көлігі қажет болады. Осының бірден бір шешімі біздің ұсынып отқан идеямыз гепард көлігі. Гепард су көлігі. Гепард су көлігі бұл, яғни бұл жай ғана біздің сіздерге ұсынып отырған идеямыз емес, бұл нақты өмірде қолдануға болатын шешім болып табылады. Осымен сөзім тәмам. Назарларыңызға рахмет.